Егер сіз кәсіп бастағыңыз келіп, бірақ оның пайда зиянын таразылай алмай жатсаңыз, егер сіз таңдайын деп жатқан жарыңыздың тағдырыңызға қаншалықты қайырлы екенін білгіңіз келсе, Алла тағаладан арнайы істің ақ-қарасын ажырату үшін оқылатын истихара намазы арқылы жәрдем тілеңіз. Өкінішке ұрынбай берекелі шешімге қол жеткізудің төте жолы бұл истихара арқылы Алладан жәрдем сұрау. Ассаламағалейкум ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы қайырлы шешім қайда бар деп аталады. Тікелей эфиріміздің қонақтары Алматы қаласы Әл-Мәдина мешітінің бас имамы Бақытжан Көптілеу ағамыз және Алматы қаласы Төле би мешітінің ұстазы Асқарғали Сатыбалдиев. Ассаламағалейкум. Студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді Бақытжан аға, әуел сұрақты өзіңізден бастаймыз. Енді адам өмірде неше түрлі жағдайларға кезігеді. Бір кәсіп бастайын деп жатады, немесе бір алды бұлыңғыр, ол кәсіп пайдалы бола ма жоқ па, неше түрлі мынаяқтан қорқыныштар бар. Оны сенен де басқа ашқан адамдар бар ол кәсіпті. Жартаңдайын деп отырсың, ол адам әлгі малдың аласы сыртында, адам аласы ішінде дегендей, ол адам сенің өміріңе қаншалықты қайырлы мысалға білмейсің ғой. Мысалы осындай жағдайда шариғат истихараны бекіткен деп жатырмыз. Истихара деген не жалпы шариғатта, және ол қай кезде оқылады? Осыдан бастайықшы. Жақсы, бисмилля, альхамдулилля, уассалату уассаламу аля расулилля. Жалпы истихара деген сөз арабтың сөзі, араб тілінен шыққан. Араб тілінде егер сөзбе-сөз аударатын болса, хора деген етістіктен шығады, таңдау деген. Таңдау деген мағына шығады. Қалау, таңдау деген мағына. Жалпы адам баласына бұл дүниеге жіберген кезде бізді жақсылық пен жамандықты жаратып, сол екеуінің ортасына таңдау еркіндігін бізге берді ғой. Сол секілді жалпы осы дүниеде. Ал енді әртүрлі, жаңа өзіңіз айтқандай мәселе бар, адамның бір жұмыс таңдауда, жар таңдауда деп жатсыз. Сол секілді мәселелерде адам баласы сол келген қиыншылықтан тез құтылып, сол тез шешімін тауып, бір оңтайлы шешімін, берекелі, қайырлы болғанын қалап тұрады да, сосын әртүрлі нәрсеге жүгінеді. Ал жалпы шариғатымыз осы истихара намазын оқуды бұйырады, соны міндеттейді, жалпы соны өсиет етеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Жалпы енді бұл истихара деген сөз сол қиыншылығы бар. Жалпы бір мәселеге екі түрлі шешім қабылдау керек болған кезде, сол шешімді оңтайлы, қайырлы болу үшін өз таңдауыңды Аллаға тапсыру. Алла тағаладан сол таңдауды жақсы, қайырлы болу үшін Алла тағаладан жәрдем сұрау, Алла тағаладан көмек сұрау деген мағынаға саяды. Алла тағала енді Құранда хулиқал инсана даифа, мен адам баласын әлсіз қылып жаратқанмын дейді. Басқа бір аяттарында адам баласы ұрыншақ дейді, көп қателеседі дейді. Осындай мәселелерде адам жаңағы қиналады әлбетте. Сол қиыншылықтан ең оңай жолы ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көрсеткен истихара намаз екен. Бәрекелді. Енді сол истихара намазы жаңа айтып өттіңіз ғой, енді маңызды ақ-қарасын ажырату үшін оқылатын деп. Енді соны жаңа жар таңдау, кәсіп таңдаудан басқа мысалға қандай неде оқыса болады? Мысалға қандай жағдайда? Кез келген мәселеде. Мысалға екі түрлі жаңағы мәселе болуы мүмкін адамда. Ортасында қалды. Ортасында қалды. Мысалға көлік алған кезде көлік алу болсын, оқуға түсу болсын, мысалға. Қай оқуға түсу? Мысалға енді ол жаңағы бір жоғары оқуға немесе бір мамандық таңдау керек болады. Қай мамандық маған дұрыс? Сондай кезде жаңағы көлік алатын болсын, қандай үй алатын болсын, мысалы бір сапарға шыққысы келді, сондай бір сапарға шыққаным дұрыс па, дұрыс емес па, бір жүрегінде бір күдік болса, Алла тағалаға бет бұрып, 2 ракағат намаз оқыса, бұл парыз намаздан бөлек, таң намазының сүннеті секілді оқылатын бір құлшылық екен. Бәрекелді, тамаша екен. Енді Асқарғали мырза, келесі сұрақ өзіңізге. Айтып жатырмыз ғой енді истихара дұғасы деп. Енді оның маңызы қаншалықты шариғатта, соған тағы да тереңдей түссек, ол қаншалықты маңызды, және шариғат оны қаншалықты маңыздап берген бізге істің ақ-қарасын ажыратуының алдында осыны оқуды. Соған айтсаңыз, қандай пайдалар бар дегендей. Ассаламу-алейкум. Бүгін өте маңызды мәселе, өте керемет тақырып, адам баласының баршасына пайда беретін тақырып. Енді сіздің сұрағыңызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисін айтайық. Пайғамбарымыз өзінің хадисінде
адам баласын шаттыққа бөлейтін ең үлкен іс ол Аллаға истихара жасау, яғни таңдауын, өзін жаңағы жігерін баршасын Аллаға тапсыру, ісінің баршасын. Сол хадистен алға тартып ғалымдарымыз айтады, адам баласы бір қайырлы іске бет бұрған кезде, мысалы үйленетін кезде әйел кісінің 2-3 қыз болатын болса, мысалы біреудің әке анасы таңдап берген бір қыз болады, және де өзінің сүйген бір ұнатып қалған бір қызы болады. Екі қыздың екеуі де жақсы. Соның қайсысын алуды мақсат ететін болса, Аллаға не жалбарынады да, яғни 2 ракат намаз оқиды. Бұл 2 ракат пайғамбардың хадисінде парыздан бөлек 2 ракат истихара намазын оқыңдар деген хадис бар, содан алынған. Бұның маңызы, яғни басында айтқан хадисімде деді, адамды шаттыққа жетелейтін іс ол Аллаға истихара жасау. Яғни бұл адам баласының өмірінде ең үлкен шешімдер қабылдайтын кезде, мысалы мамандық таңдайтын кезде, үйленетін кезде, немесе бір көлік алатын кезде, немесе бір үй алатын кезде, адамның пайғамбардың хадисі не дейді? Адам баласын шаттыққа жетелейтін 4 амал бар дейді. Кімде осы 4 нәрсе болса, ол бақыттымын деп ойласын дейді. Соның біріншісі, кімнің сүйген жары болса, ол бірінші бақытын тауыпты дейді. Ал екінші, кімнің үйі болса, ол екінші бақытын тауыпты. Кімнің көлігі болса, ол үшінші бақытын тауыпты. Төртіншісі, кімнің көршісі жақсы болса, ол төртінші бақытын тауыпты. Осы хадисте айтылған үшеуі өте маңызды. Салихалы жар таңдаған кезде истихараны қолданады, көлік алған кезде истихараны қолданады, және де үй алған кезде истихараны қолдану арқылы, Аллаға жақындау арқылы Алла ақ қарасын ажыратып, адамға білдіру деген мағынаны білдіреді. Бәрекелді, тамаша екен. Жаңа сөзіңізді тұздықтай кетсек, жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи сіз хадисті айтып кеттіңіз. Тирмизи мен имам Ахмад риуаят еткен хадис екен. Пайғамбар айтады, адам баласының бақыты ол Аллаға жаңа ісін тапсырып, Алладан жәрдем сұрау дейді. Истихара оқу яғни. Адам баласының бақытсыздығы дейді, Алладан істің қайырын сұрамау дейді. Бұл адамды бақытсыз қылатын нәрсе дейді. Соған байланысты жаңағы мынандай мәселелер шығады екен. Бірінші, истихара адамды Аллаға жақындатады. Яғни ол Аллаға жақындаған сайын Алла ешқашан ол адамды қорғылмайды. Бұл шешімде. Екінші, истихара тәуекелде күнәға ұрынудан сақтайды. Адамдар ешкім өзінің біліміне, несіне, пысықтығына, ақылына, парасатына, ақшасына, достарының көптігіне сеніп қалмай, Аллаға сену керек, істің нәтижесін тапсыру керек. Үшінші, адам өкініште қалмайды. Сен Алламен ақылдасқаннан кейін сенде қандай өкініш болады? Алла саған болашағында сені жаратқан Алланың аты кім біледі мысалға. Бесінші нәрсе, ол адам истихара оқу арқылы Алланың панасына кіреді, қорғанына кіреді деген екен ғалымдар. Келесі сұрақ енді Бақытжан аға, истихара дұғасының мәтініне тоқталсақ, истихара дұғасының мәтіні қалай болады? Және оны қай кітаптан алса болады, мағынасын тарқатып берсеңіз. Қандай кітаптан оқимыз оны, қай жерден қол жеткіземіз енді ол дұғаға? Енді жақсы сұрақ. Жалпы мынау біздерде мұсылман намазхан кісілердің осы 5 уақыт намаз оқып жүрген бауырларымыздың арасында мұсылман қорғаны деген бір кітапша бар. Қойын кітапша деп айтсақ болады. Ол барлық мешіттердің алдындағы дөңгешектерде сатылады. Жалпы сондай дұғалық кітаптарда бар. Барлық дұғалық кітаптарда. Сонымен қатар енді қазір мынау әлеуметтік желі өте қатты дамыған, интернет желісі қатты дамыған. Интернетте жаңағы Google-ға жазса, истихара намаз десе, оның дұғасы, мағынасы барлығы шығады. Ал енді жалпы сол дұғаның өзіне келетін болсақ, жаңа дұғада айтады: Аллахума инни астағфирука биилмика. Я Алла, мен сенің іліміңнен, жаңағы іліміңнен игілік сұрап, саған жалбарынамын. Астағфирука би қудратик. Сенің құдіретіңнен өзіме қуат сұраймын деп басталатын дұға. Осы дұғада жалпы осылай басталып келеді: Ас'алука мин фадликал азим. Сенің кеңшілігіңнен өзіме мархамет сұраймын, кеңшілік сұраймын, жәрдем сұраймын деп. Сен барлық нәрсені білушісің, мен білмеймін. Сен барлық нәрсеге құдіретің жетеді, менің құдіретім көп нәрсеге жетпейді. Сенің құдіретің барлық нәрсеге толық жетеді деп сондай сөздермен Алла Тағаланың ұлықтауменен келеді де. Сосын егер осы бір мәселе маған бұл дініме, дүниеме, тіршілігіме, ақыретіме қайырлы болса, маған осы істі оңтайлы ете көр, осы істі маған оңай ете көр, маған осы істі берекелі ете көр. Ал егер бұл іс, бұл мәселе маған дүниеме қайырлы болмаса, онда оны менен алыстат, менді одан алыстат.
оны да менен алыстады. Иә, мені де одан алыстады. Және жаңағы маған өзің жәрдем бер деген мағынада келеді. Жалпы енді осы дұғаға жалпы енді көбісі арабша білмейді ғой. Жаңағы арабша мәтінін егер арабша оқи алса, арабша жақсырақ дұғасын оқып айтса болады. Немесе жаңағы транскрипция дейді. Араб тілінен қазақ кирилл әріптермен жазылған мәтіні бар. Сол мәтінін қарап оқыса да болады. Бірақ бұл шарт емес, жалпы шарт емес. Бұны қазақшасын оқыса да болады. Болады, дұрыс. Мағынасын өзінің жүрегінен шығарып, «Я Алла» деп Аллаға бет бұрып айта берсе. Бәрекелді. Тамаша. Бізге бірінші хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум. Қайдан хабарласып тұрсыз? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұр едім. Ай, бәрекелді. Мен мынау кәсіп бастайын деп жатыр едім. Сол истихара намазын түсінбей жатырмын да. Ол қалай ниеттеніп, одан кейін артынан дұға қылу керек па, қалай ол? Бәрекелді, тамаша. Мысалға, жаңа истихара, бұл кісінің сұрағы, енді жаңа истихараны айтып отырмыз ғой енді. Енді соны тура қазір осы басынан бастап, несінен бастап айтып берсеңіз, дұғасына дейін. Жаңағы, жалпы енді бірінші мәселе қай уақытта оқылады деген де сұрақты болады да бұл кезде. Енді жалпы осындай мәселе болған кезде, мысалға шариғатта өзі тыйым салынған, мәкрух деп ұнамсыз саналған бір 3 уақыт бар. Ол күн ұясынан шығып баратқанда, күн қақ ортада тұрғанда, тас төбеде тұрғанда, және күн батып бара жатқан екінді намазбенен ақшам намазының арасында дейді. Осы аралықтан басқа кез келген уақытта оқи берсе болады. Бұның бір белгіленген бір уақыты жоқ. Бірінші мәселе. Одан кейін екінші мәселе, енді оны қалай оқиды? Оқығанда мысалға мынау таң намазының, намаз оқып жүрген адам болса, 2 рәкат сүннеті секілді, сондай бір 2 рәкат намаз оқылады. Бір ғалымдар 4 рәкат оқыса да болады деген, 2 рәкат оқыса да болады деген хабарлар жеткен. Жалпы көбінесе ғалымдар 2 рәкатқа тоқталады. Ниет еткен кезде, иләһи ниет еттім, сенің разылығың үшін истихара намазын оқымаққа деп жаңағы сол ниетімен бастап 2 рәкат намаз оқып болған соң, осы екі жағына сәлем беріп намазын аяқтағаннан соң жаңағы истихара дұғасын оқиды. Жаңағы мәтінді, арабша мәтінін жаңағы кітапқа қарап оқыса да болады. Арабша мәтінін кітапқа қарап, арабшасын да, қазақшасын да оқыса да болады. Немесе жаңағы тек қана ондай мүмкіншілік болмаса, жаңағы өзінің жаңағы бар несіменен жүрегінен шыққан сөздерді айтып, «Я Алла, осы істі маған дініме, дүниеме, ақыретіме қайырлы болса, осы істі маған оңтайлы ете көр, жеңілдете көр, соны маған берекелі ете көр» деп дұға етеді. Ал қайырсыз болса, онда менен оны алыстат, мен де одан алыстата көр деп Алла Тағаладан жәрдем сұрайды. Бәрекелді, тамаша. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, мен осы уақытқа дейінгі осы айтылған мәселелерден мынандай қорытынды жасап отырмын да. Қалай ойлайсыз? Мына байқайсыз ба? Қаншама адамдар нумерологияға жүгінеді. Қанша адамдар балшыға барады. Қаншама адамдар жаңа картамен, басқамен бала ашатындарға барады. Осы болашаққа болжайтындарға жүгінеді, астрологияға жүгінеді көп қанша адамдар. Қаншама адамдар кәдімгі газеттердің арт жағындағы жаңағы нені жұлдыз жорамалдарды аңдып отырады, телевизорден аңдып отырады, гороскопта. Осының бәрі осы истихара намазын білмегеннен туындайтын сияқты. Қалай ойлайсыз? Енді жалпы мысалға адам баласы осы таңдау мәселесіне келгенде Құранда Алла Тағала осындай бір ескертеді, Бақара сүресінде айтылады. Аса ан такраху шайъан фахуа хайрун лакум. Сендер бір нәрсені өздеріңе ұнатпасаңдар дейді, ұнатпайсыңдар кейбір нәрселерді дейді. Бірақ ол сендер үшін ол хайырлы болуы мүмкін. Ал енді бір нәрсені өздерің ұнатып оны жақсы көрсеңдер, ол сендер үшін хайырсыз болуы мүмкін. Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Алла білуші, Алла барлық нәрсені білуші, бірақ сендер толық білуші емессіңдер деп Алла Тағала осы жерде кесіп айтады. Сол үшін біздер негізінде болашақты тек қана Алла біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ғайыпты, болашақты тек қана Алла білетінін көптеген хадистерінде айтқан. Шынайы Аллаға иман келтірген адам, ол өзінің тағдырын Аллаға тапсырады. Ал енді жаңағыдай балшы, балгер, жаңағы нумеролог ондай нәрселерге сенбейді. Өйткені бұл адамның сеніміне селкеу түсіретін, адамның сеніміне үлкен жаңағы ақау келтіретін, қияметтің күні кешірілмейтін күнәларға тап болуы мүмкін. Әбден мүмкін. Өйткені ол жаңағы тағдырға сенбейді,
сол жаңағы кейбір адамдардың айтқанына, соның жаңағы бір болжамына сеніп, ол жаңағы өзінің иманына селкеу түсіруі мүмкін. Бәрекелді. Осы жерде мынандай нәрсе туады екен. Кез келген адамның жаңағы осы Аллаға сеніп тапсыра алмағаннан кейін, сен оны істің нәтижесін Аллаға тапсырып қойған адам ешқандай уайымда немесе ол болмайды. Неге ол бағана айтып өкінішке қалмайды деп. Өйткені Алладан артық кім сізге жақсылық ойлай алады? Алладан артық кім біледі болашағыңызды? Ал енді оны білмеген адам не істейді? Әр нәрсеге бір жүгінеді екен да. Мысалы жаңа айтып отырсыз ғой, нумерологыңызда балшыға барған адам мысалы 40 күн намаз қабыл болмайды. Балшыға барған адам Құранға сенбеген адам, ол жаңағы мұсылманшылығында күмән проблема болып қалады. Мысалы болмаса жаңағы айтып атқан жұлдыз жорамалымыз, пайғамбарымыз жұлдыз жорамал үйренген адам, сиқырды үйренген адам, сөйтіп ең ауыр күнәға ұрынған адам деп отыр. Мысалға, сондықтан да бағанағы енді қарап тұрсаңыз, бұл нәрсеге сенудің арт жағы жаңағы біздің Серік қосу. сол Аллаға серік қосып жатқандығымыз, сол нәрсеге тапсырып жатқанымыз, тағдырымызды осы истихараны түсінбеуден, білмеуден болып тұр екен. Өйткені біз Аллаға осындай маңызды іс келген кезде Аллаға тапсырудың жолын түсінбей жатыр екенбіз. Оған тағы да қазір ораламыз. Енді Асқарғали мырза истихараны қандай істе оқуға болмайды деген мәселені жалғастырыңызшы. Қандай істе мысалы истихара оқымау керек болады мысалға? Мына бір үш нәрседе истихара оқуға болмайды. Қатаң ескерту бар оған. Бірінші, Аллаға қарсы келетін харам істерді истихара оқылмайды. Мысалы бір адам, мен ішсем бола ма, ішсем болмай ма, арақ ішсем ма, бола ма, болмай ма. Немесе мен жаңағы зина жасасам бола ма, болмай ма. Яғни Алла тағаланың қаһарына ұшырататын амалдар. Алла оны шешіп қойған дейсіз ғой, қарасын айтып қойған. Екіншісі парыз амалдарында. Мысалы, намаз оқысам бола ма, болмай ма. Құран кәрімде Алла тағала уақимус сола, намаз қылыңдар деп әмір еткен, бірақ адам таңдауымен намаз оқысам бола ма, болмай ма деген оны истихара жасалынбайды. Уәжіп амалдарына да жасалынбайды. Тек қана мубах амалында, тек таңдау еркі өзінде ғана болған амалдарда жасалынады. Жаңағыдай үйлену мәселесі, көлік алу, бір дүниеде бір нәрсені жаңағыдай қабылдау мәселесінде осыларда амал жасалынады, бірақ харам істерде ешқайсысында амал етілмейді ол нәрсеге. Бәрекелді, тамаша. Енді жаңағы арабтарда мынандай ырым болған екен. Құс оңға қарай ұшса, бұл іс енді оңтайлы шешім болады дейді екен. Солға қарай ұшса, ойбай мынаны істеуге болмайды дейді екен. Сонда олар неге не істеген? Өздерінің тағдырын құсқа қарап жорып, осы ырымға сеніп, Аллаға ортақ қосты деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Осыны қайтарған екен. Сондықтан да қазақта да кейбір көп шектен сырымшылдық бар ғой бізде сондай. Ол да негізі түбірінде біз сол Алламен байланысымыз жоқтықтан маңызды істердің түбінде жаңағы истихараға арқа сүйеп Аллаға жүгінудің жоқтығынан екен ғой. Енді мына жерде Бақытжан аға тағы бір сұрақ, енді осындай нәрсеге кеп жеттік. Енді истихара оқыдық, жарайды. 2 ракат истихара оқыдық, оқып жатырмыз, дұға қылдық. Енді оның нәтижесін қалай білеміз енді? Ол бізге жаңағы қалай білінеді? Бір кісілер айтады, ойбай түс көру керексің, түсіңде обязательно жаңа бір уақи болады, бірдеңке болады, аян болады деген сияқты болмаса. Қалай білеміз оны? Оңтайлы шешім екен. Жалпы осы мәселеде ғалымдар екі түрлі жаңағы вариант дейді ғой, екі түрлі пікір айтады. Пікір айтады. Екі түрлі жаңағы мәселемен шешіледі. Біріншісі, сол дұға қылғаннан кейін, мысалға, өзің шешімін таппай жатсыз, Алла тағалаға бет бұрып, Аллаға тапсырдыңыз екі істің бірін. Сол екі істің бірі сізге жақсы уақыт өте келе, бір күн өте ме арада, 2 күн өте ме арада, сол іс сізге өзі оңтайлы болып, сол іске сіз жаңағы бейім болып тұрасыз, сол істі жақсы көріп тұрасыз. Сіздің жүрегіңізге тыныштық орнап, сол іске деген мейл болып тұрасыз. Ал екіншісі жаңағы немесе керісінше ол істі ұнатпай, жүрегіңізге күдігіңіз күшейіп, одан жаңағы секем алып тұрасыз. Міне белгілері осы дейді да. Ал енді басқа да енді түсте де белгілер болады деген ғалымдардың бір пікірлері бар, бірақ ол бір хадистерде келмеген, жалпы. Нақты келмеген. Бәрекелді. Соған байланысты жаңағы ғалымдар мынандай пікірлерді айтқан екен. Истихарадан кейін жаңағы сіз айтқандай Алла тағала оның жүрегін бір іске байлап қойып, оны көңіл қалап тұрады дейді. Кейбір ғалымдар тек қана көңіл қалау емес, ол жерде бағанағы Алла тағала оны бағыттап қояды деген екен жаңағы. Себебі ол Алладан жәрдем сұрады, Алла оның дұғасын қабыл етеді деп.
және ол ең бастысы сол истихарасында бүкіл дұға тілектің қабыл болу шартын, намаздың қабыл болу шартын, ықыласпен жаңағы тахаджудтың уақыттарында, сондай бір уақыттарда жаңағы истихараны жасайтын болса, Алла міндетті түрде оны дұрыс шешімге нәсіп етеді. Және сол шешімнен кейін дейді, Алла ол қандай қиыншылыққа ұшыраса да, сол қиыншылықтың өзі оның өміріне, тағдырына қайырлы. Оның қиыншылықтың өзінде бір пайда бар. Себебі Алла ол истихара оқыды, Алла соны бағанағы оған нәсіп етіп тұр екен. Енді Асқар Қали мырза, истихара жасадық. Истихара жасағаннан кейін бағанағы келесі нәрсе не істеуіміз керек? Истихара жасағаннан кейін не істейміз? Мысалға жаңа хадисте ақылдасу деген мәселе келеді екен. Осын тарқатып берсеңіз. Истихара деген кіммен ақылдасу керек? Истихара деген намазбен Аллаға жақындау ғой. Ал истишара деген нәрсе бар шариғатымызда. Истишара ақылдасу. Ақылдасу ғалымдарымыз 3 адамды айтады. 3 сипатты болған адам болу керек. Біріншісі ақыл иесі болу керек. Ақылдасатын адамыңыздың. Екіншісі сол істің әхлі болу керек, яғни маманы болу керек. Сол істің. Мысалы, көлік алайын деп жатсыз, әкеңізбен ақылдаспайсыз. Әкеңіз өйткені ол істің маманы болмаса, үлкен кісі деп соған бармайсыз, көліктің айналысып жүрген кісілерге барасыз. Үшіншісі, дұшпан болмау керек, дін дұшпаны болмау керек. Яғни сіздің тағдырыңызға кедергі келтіретін заттардан сізді ұзақтататын адам болмау керек. Яғни дұшпан болмау керек. Сол себепті ақылдасқан кезде, истишара жасайтын кезде пайғамбарымыз заманында Алла елшісі өзі пайғамбар болса да, оған әрбір сөзі, әрбір айтатын насихатын баршасы Алла тарапынан берілген уахи болса да, ол отбасылық жағдайда да, қоғамдық жұмыстарда да өзінің сахабаларымен істейді, истишара жасап ақылдасады. Құран кәрімнің Али Имран сүресінде Алла Тағала Мұхаммедке не дейді? Уа Мұхаммед, сен істеріңде ақылдас дейді. Олармен ақылдас. Олар деген кім? Сахабалармен ақылдас дейді. Сол себепті олармен ақылдасып отыратын болған екен. Сол себепті истихараны жасағаннан кейін Аллаға бүкіл ісін баршасын тапсырғаннан кейін истишара жасап, ақылдасып, ешқандай бір түсінде бір сол туралы бір түс көрмейтін болса, немесе бір оның жаңағыдай хайыр деп ойлап жатқаны, яғни жақсылық алып келетін заты оған жақсылық болып көрінбесе, немесе бір сәттен бір істен шамалы сескеніп тұратын болса, не істеу керек? Үлкен кісілермен сол істің әхлімен ақылдасу арқылы сол тығырықтан шығуға болады екен. Маманмен ақылдасу арқылы. Ғалымдар айтқан екен де осыған байланысты. Пайғамбарымыздың өзіне Алладан тікелей уахи алып отқан, Алладан уахи алып отқан пайғамбардың өзіне истихара оқып, одан кейін ақылдас деген дейді Алла Тағала. Ал енді истихара оқып ақылдасу пайғамбардың өзіне бұйырған болса, ол бізге тіпті оның маманмен ақылдасуымыз керек екен. Бізге тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, қабылдап жүрейік. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Менің бір азғантай қарыздарым бар еді. Соны истихара намазын оқып сұрасам бола ма? Бәрекелді, иә. Жақсы. Енді жалпы истихара намаз ол таңдау мәселесінде ғой. Бұл жерде енді бұл кісі жәрдем сұрауды айтып. Жәрдем сұрау. Енді жалпы намаздар, енді көп адамдар түсінбейді да, жалпы 5 уақыт намаздан бөлек осы мына истихара намаз секілді мына таңдау мәселесінде истихара намаз оқылады. Сапарға шығатын болсаңыз, мысалға бір ұзақ сапарға шыққалы жатсыз, басқа шетелге шыққалы жатсыз, бір саудамен ба, бір іспен ба, жоқ, жай қыдырып па, сапар намазы, сол аман есен барып келейін деп, мысалға да. Бір 2 ракат. Иә, 2 ракат. Ал енді мынандай мәселеде қажет намазы, жәрдем намазы деген намаздар болады. Соны ниет етіп, иләһи ниет еттім деп, осы 2 ракат қажет намазын оқымаққа деп, Алла Тағаладан өзіңіздің қажетіңізді сұрайсыз. Сосын жаңа дұғалар бар. Аллахумма кфини би халалика ан харамик деп басталатын. Алла, маған өзің кифая бол, маған өзің жәрдем бер. Харамнан түсіп кетуге, жаман жолға түсіп кетуде мен өзің сақтай көр. Қарыздан құтылуыма маған өзің жәрдем бере көр деп Алла Тағаладан жаңағы дұға оқып, Алла Тағаладан жәрдем сұрау. Бәрекелді. Ғалымдар мынандай сөздер айтқан екен. Истихара оқыған адам өкініште қалмайды, өзгемен ақылдасқан адамның қайғысы болмайды деген сөздер айтқан екен. Енді мынандай нәрсе ғой. Бақытжан аға да келесі сұрақ сізге келген. Мысалы адам бір мәселеге тап болды. Шұғыл бір шешім шығару керек болып тұр. Намаз оқи алмайды.
намаз 2 ракат намаз оқуға мүмкіндік жоқ. Ол адам жай дұғасын оқып жүрсе бола ма сондай жағдайда? Ол жайында да ғалымдар айтады. Ол намаз оқу міндетті шарт емес дейді. Егер сондай бір асығыс болатын болса, онда жаңағы Аллах тағалаға бет бұрып, дұға қылып, жаңағы дұғасын жасап жүрсе болады, намаздан кейін. Дұғасын жасап, Алла тағалаға бет бұрып, Алла тағаладан жәрдем сұрайды. Олай істей алады. Бәрекелді, тамаша екен. Ол дұғаны Құдай қаласа барлықтарыңыз бағаналы бері айтып отырмыз. Мұсылман қорғаны деген кітапша бар. Әр мешіттің алдында кез келген адамға қол жетімді бағада 200 теңге бар жоғы. Соның ішінен таба аласыздар ол дұғаның мәтінін. Сол дұғаны мүмкін болатын болса, бағанағы Бақшан ағамыз айтқандай арабшасын, кириллицасынан оқып, одан кейін артынан қазақша мағынасын түсініп тұрып, жаңағы Аллахтан керегіңізді сұрасаңыз болады. Енді мынандай сұрақ. Асқар Қали мырза, енді мынандай жағдай ғой. Истихара намазын мысалы 2 ракат оқыдық дейік. 2 ракат оқыдық истихара намазын. Енді істің әлі мән-жайы шықпай жатыр. Мысалға, мән-жайы байқала қойған жоқ. Ақылдасып жатсыз. Сіздің көңіліңізге әлі жағып тұрған бір салмағы басып бара жатқан ешқандай жағы жоқ болып тұр. Мысалы, осындай жағдайда ол адам сол мәселе шешілгенге дейін қайта-қайта оқи берсе бола ма истихараны? Шариғатымызда истихараны бір ғана рет оқу керек, немесе 3 рет қана оқу керек, немесе 2 рет қана оқу керек деген қатып қалған қағида жоқ. Қайта-қайта қашан сол өзінің шешімін табылмай жатқан ісін шешімін табылғанға дейін қайта-қайта оқуға болады. Оған байланысты хадис бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде Анас радиаллаху анхуға, яғни өзінің қолында сахаба болған 10 жасынан бастап соның қызметінде болған сахабаға айтады. Уә Анас, бір нәрсеге шешім қабылдайтын кезіңде Алла тағалаға 7 рет истихара оқы дейді. Осы хадисті алып тұрып ғалымдарымыз не дейді? Яғни бұл хадисте тек қана 7 рет қайта-қайта оқу міндетті деп жатқан жоқ. 7 санын қасиетті тұтқаны жоқ ол жерде. Яғни 7 рет емес, қалағанша, яғни адамның өзінің еркімен қалауынша қашан қажетін шығарғанға дейін оқуына болады деген сөз. 1 рет, 3 рет, 7 рет, 4 рет, 5 рет қалағанша оқи береді екен. Бәрекелді, тамаша. Ғалымдар тағы да истихараға байланысты мынандай керемет сөздер айтқан екен. Жаңа хадисте келеді ғой, бірінші 2 ракат намаз оқысын да, одан кейін барып артынан дұға қылсын дейді. Сонда ғалымдар айтады да, ол 2 ракат намаз оқып барып, одан кейін дұға қылудың сыры дейді. Ол намаз Аллаға ең жақын кезде адамның дейді. Сол үшін ол не істеді? Ол бірінші Аллаға жақындады дейді. Одан кейін барып дұға жасады дейді. Яғни сіз Аллаға жақындап тұрып жаңа нәрсені дұға қылған кезде Алла шешім бермей қоймайды дейді. Сол үшін де жаңағы нәрсе оқылады дейді. Және истихара дұғасын намаздың жаңа 2 ракат ол нафил намаз ғой. Намаздың ішінде сәждеде жасаса, одан да абзалырақ болады дейді. Жаңа ішінде жатып жасаса дейді. Енді Бақытжан аға мынандай сұрақ қой. Енді көп адамдар енді мысалға байқап қалам кейде. Адаммен ақылдасуға ерінетін адам көп қазір. Мен не үшін ақылдасуым керек дейді оны. Мен шешіп қойдым дейді. Мен не үшін ақылдасуым керек дейді. Ол Алламен ақылдасу емес, адаммен ақылдасуды жаратпай тұрған адамдар бар. Бірінші Алламен ақылдасу керек, одан кейін адаммен. Сондықтан да бұл жерде адамның ақылында, Алланың ақырында керек қылмайтын жағдайлар кездесіп қалады. Енді осы жағдай қаншалықты қауіпті? Истихара оқымаудың қауіптілігі туралы айтып өтсеңіз жақсы болар еді. Қаншалықты қауіпті? Адамды қандай нәтижелер күтіп тұр одан кейін? Анау бір ғалымның сөзі бар. Егер Алладан артық дос бар десең, Алладан да артық дос бар деп ойласаң дейді, онда сен Раббыңды танымаған екенсің дейді. Ал өзіңнің нәпсіңнен артық дұшпан бар екен деп ойласаң, онда сен өзіңді танымаған екенсің деген екен. Адамның нәпсісі адам өзіне дұшпан. Ал жаратушы Раббымыздан артық дос жоқ шындығында. Ал енді жаңағы ақылдасу мәселесіне келетін болсақ, ең дұрыс шешімді, ең дұрыс ақылды сізге беретін ол Алла тағала негізінде мұсылман адам үшін. Ал жалпы енді өмірде мысалға жаңағы айтып кеткеніміздей, «Вашауирхум фил әмір» деп Құранда айтылғандай, сен олармен ақылдас деп айтқандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ақылдасу ол өте пайдалы екенін, ақылдасқан адам еш уақытта өкінбейтіндігін хадистерде келеді ғой. Ғалымдар айтқан екен, бір адам бар, ол толық адам депті. Енді екінші бір адам бар, ол жарты адам депті. Ал үшінші адам бар, ол жоқ адам депті. Жоқ адам кім десе, өзі білмейді дейді, және өзгемен ақылдаспайды дейді. Ал жарты адам кім десе, өзі біледі дейді кішкене,
бірақ тағы да ешкіммен ақылдаспайды дейді. Ал толық адам кім десе, ол өзі де білет дейді, бірақ білетіндермен тағы қосымша ақылдасады. Бұл адам еш уақытта өкінбейді дейді. Сол үшін әр кезде ақылдасып отырса, ол еш уақытта өкінбейтіндігін пайғамбарымыз баса айтқан. Сол үшін әрбір істе ақылдасып, мамандармен кеңесіп отырған, ол мұсылман адамның жаңағы белгісінен екен. Бәрекелді. Әлі қазақта сөз бар ғой, қарттары кімнің жоқ болса, жастары олар дуана дейді, диуана дейді. Жастары неге? Өйткені қарттар ақыл беріп отырады, жастар оны білмегеннен кейін, қарттармен байланыс үзілгеннен кейін ортада шынымен де олар диуана болады, өкінішке ұрынады, қате шешімдерге ұрынады. Мен білемдікке салынады. Әлгі Омардың өзінің қасында 10 ғұлама, сахаба, қарилар, тіпті соның ішінде кім болады ғой, әлгі Абдулла ибн Аббас жап-жас жігіт кезінде болады ғой, сонда 10-дағы бала ғой деймін, 12-дегі бала. 12-дегі баламен ақылдасып Омар. Себебі оның басқалардан бір ерекше даналығы бар екенін сезіп, сондай енді басқа адамды қойып қойғанда, көрдіңіз бе? Ақыл жастан дейді. Ақыл жастан, бәрекелді. Енді мынандай сұрақ, Асқарғали мырза. Истихара намазын оқимыз деп жатырмыз, ниеттеніп жатырмыз енді. Сол истихара намазына бір арнайы бір оқылатын бір сүрелер бар ма? Бекітіліп қойған. Мысалы енді кейбір адамдар міндетті түрде осындай сұрақ туады қазір елдерден қазір. Сонда оған қандай сүре оқылады деп сұрайды қазір ел. Мысалы, осыны айтып берейік. Хадистерде нақты мына сүре оқылу керек деген хадис жоқ. Бірақ ғалымдарымыз сүрелердің мағынасына қарай, бірінші ракатта, яғни Фатиха сүресінен кейін Зам сүренің орнына, бірінші ракатта Фатихадан кейін Кафирун сүресін оқыса болады дейді. Қул я айюхал кафирун деген сүре. Ал екінші ракатта Фатихадан кейін Ихлас сүресін оқыса болады дейді. Ғалымдарымыз көпшілік осы сүрені айтқан екен. Не үшін деген кезде бірінші ракатта оқитын Кафирун сүресі кәфірлердің өзінің ұстанған дінін тастап, мұсылман адамның өзінің ұстанған дін, ислам дінін бекіну үшін сол мағынада келетін сүре ғой. Сол не дейді? Ләкум динукум валия дин. Пайғамбар дейді, сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме дейді. Ал екінші ракатта оқитын Ихлас сүресі Алла тағаланың жалғыз екенін, Алла тағаладың ешқандай зат жоқ екенін, және Алла тағала туылғанда, туылмағанда екенін айтатын сүре болғандықтан осы екеуін таңдап алған екен. Бірақ та бұл екеуін оқымаймын, басқаны оқитын қалайтын кісілер басқасын оқыса болады. Қалаған сүрені оқыса, білетін сүресін оқыса болады екен бұған. Арнайы бір шартталып қойған мәселе емес дейсіз бе? Шарттар жоқ. Енді Бақытжан аға мынандай сұрақ. Енді айтып жатырмыз міне, истихара оқып жатырмыз дейік, қайта-қайта. Кейбір адамдардың дұғасы қабыл болмауы мүмкін. Қандай жағдайда дұға қабыл болмайды? Және қандай жағдайда сол дұға қабыл болады деген мәселені айтып өтейік. Өйткені шынында да ол дұға қылады, бірақ нәтижесі болмай жатыр да, мысалы, шынымен де. Осы жағдайда енді біз ол қандай жағдайда қабыл болмауы мүмкін дұғалар? Және қандай жағдайда қабыл, қандай әдептері бар? Қай сәттерде, қандай уақыттарда, шарттары қандай, алдында не айту керек деген сияқты. Жалпы енді дұғалардың қабыл болу шарттары, әдептері бар, шарттары бар. Жаңағы Алла тағаланы зікір ету, намаз оқу, жаңағы Аллаға ең жақын болатын кез, жаңағы сәжде уақыты дейді, сәжде ету, жүрегі бір тыныштық тапқанша, Алла тағаламен байланыс орнағанша, сондай өзіне бір ұнаған құлшылықтармен айналысу, зікір болсын, тәсбих тарту, Құран оқу, Алламен сөйлескен кезде Құран оқу дейді, мысалға, Аллаға жақындаған кезде намаз оқу дейді. Сондай құлшылықтарды жасап, дәретпенен міндетті түрде қыблаға бет бұрып, шын ықыласыменен Аллаға дұғасының қабыл болатынына сеніп, жаңағы ешқандай күмәнданбай, Алла тағаланың естіп, оны көріп тұрғандығын ешқандай күмәнданбай, Аллаға тіке бет бұрып, Алла тағаладан сұрау. Жаңағы мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, жаңағы немқұрайды жасалынған дұғаны Алла қабыл етпейді дейді. Ықылас болу керек, міндетті түрде соған деген бір жаңа не дейді, мұқтаждық болу керек. Алла тағаланың алдында мұқтаж болып, өзіңнің мұқтаждығыңды көрсетіп, шынайы ықыласпенен Алла тағаладан жалбарынып сұраса, мен ол адамның қолын құр қайтаруға ұяламын деген пайғамбар хадис құдсиде Алла тағала айтқан екен. Пенде менен екі қолын жайып сұраса, мен ол пендемнің, ықыласпен сұраған пендемнің қолын құр қайтаруға ұяламын дейді. Енді дұға міндетті түрде қабыл болады. Бірақ қабыл болмай қалатын
кейбір кезде себептері де болады, оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып кетеді. Бір адам дейді, үсті басы шаң, шашы ұйпа-тұйпа дейді, алла тағала я раббым деп дұға қылады, бірақ оның дұғасы қалай қабыл болсын? Оның кигені арам болса, ішкені арам болса, оның дұғасы қалай қабыл болсын деген. Енді мына хадистерде көптеген келеді, мүсәпір адамның, жолаушы адамдардың жаңағы дұғасы міндетті түрде қабыл болады дегенде, мына жерде хадисте өзі үсті басы шаң, шашы ұйпа-тұйпа деп келеді. Үсті басы шаң жаңағы көп қиыншылық көріп жүрген, өзі бір қиналып жүрген адамның суретін келтіреді пайғамбарымыз. Дұғасы қабыл болу керек негізінде. Бірақ айтып жатыр, уа раббым деп алла тағаладан шын ықыласымен сұрап жатыр дейді. Бірақ оның киген киімі харам, жеген тамағы харам дейді. Оның дұғасы қалай қабыл болсын деп пайғамбарымыз ол адамдардың дұғасы қабыл болмайтынын айтады. Сол үшін ең басты шарты адамның ішіп жеп жатқан тамағы адал болу керек. Егер сонда бір харам жолға түсіп кеткен болса, алла тағаладан тәубе етіп, алла тағаладан шынайы кешірім сұрап, жаңағы тәубе ету керек ол адам. Сосын барып жаңағы алла тағаладан өзінің кемшілігін кешіруін сұрап, истиғфар көп айтып барып, одан кейін барып алла тағалаға бет бұру керек. Енді көп адамдар жаңағы дұғам қабыл болмай жатыр дейді. Мына Хасан Басриге бір кісілер келген екен, шәкірттеріне сабақ беріп жатқанда, жаңағы біздің елімізде бір құрғақшылық болып кетті, жауын жаумай жатыр, бір жауын дұғасын үйретіңізші десе, оларға истиғфар дұғасын үйретіп берген екен. Тәубе ету, истиғфар, кешірім сұрау, иә. Сосын тағы бір ерлі-зайыпты адамдар келеді, біз перзент сүйе алмай жатырмыз дейді. Оларға да жаңағы тәубе ету, алла тағаладан кешірім сұрау дұғасын үйретіп жүреді. Сосын тағы да бір басқа мәселемен келген адамдарға барлығына осы истиғфар дұғасын, алла тағаладан кешірім сұрап тәубе ету дұғаларын үйрете береді. Сосын шәкірттері таңғалады. Ұстаз дейді, сіз анағанда, мынағанда барлығында бір дұғаны үйретіп жатсыз дейді. Сонда әлгі кісі айтқан екен, адамдардың дұғасының қабыл болмауы олардың күнәсінің кешірілмеу себебінен. Алла тағаладан тәубе етіп, күнәлеріне кешірім болмаған себептен дұғалар қабыл болмайды деген екен. Сол айтқандай, жалпы өмірде мысалға сізді бір көршіңіз, немесе туысыңыз, бауырыңыз ренжітіп қойса, сосын қатты көңіліңізді қалдырып, ертесіне түк болмағанда келіп сізден бір нәрсе сұраса, сіз бересіз бе? Бар болса да сіз оған қайтарып жіберуіңіз мүмкін жоқ деп. Өйткені неге? Сіз оны кешірген жоқсыз. Ұнатпай тұрсыз, жек көріп тұрсыз. Сол секілді біз пенде болғаннан кейін пенденің кемшілігі көп. Алла тағаладан кешірім сұрап тұрып, алла тағалаға жалбарынып, менің білетін, білмейтін кемшіліктердің барлығын Аллахым өзің кешірші, мен саған тәубе еттім деп шын ықыласпен жылап тұрып алла тағаладан дұға қылатын болса, ол дұға еш уақытта кері қайтарылмайды. Ол хадисте келеді. Сосын енді жаңағы дұғаның енді тағы бір мәселелері бар. Дұға еткеннен кейін жаңағы дұғам қабыл болмай жатыр демесін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ол асықпасын дейді. Менің дұғам қабыл болмай жатыр деп айтпасын дейді. Дұға үш түрлі жағдайда қабыл болады дейді. Сіздің сұраған нәрсеңіз беріледі, сол мезетте берілуі мүмкін емес, кешіңкіреп берілуі мүмкін. Ал енді сұраған нәрсеңіз берілмеген жағдайда, онда сіз білмейсіз тағдырыңызда, сізге бір келе жатқан бір бәлекет бар шығар тағдырыңызда. Бір жол апаты ма, Құдай сақтасын, немесе сол секілді бір қиыншылық, бір қайғы болуы мүмкін. Сол келе жатқан жаманшылықты алла тағала сіздің жасаған дұғаңыздың құрметіне жойып жібереді екен. Немесе қияметтің күні бұл дүниеде ол ешқайсысы болмаса, сұраған нәрсеңізді бермесе, келе жатқан бір бәлекет қайтарылмаған болса, онда қияметтің күні алла тағала әлгі пендесін шақырып тұрып айтады екен: ей пендем, сен жер бетінде жүргенде менен осындай бір нәрсе сұрап едің, мен бір себептерге байланысты соны берген жоқ едім, соның есесі осы дүниеде саған беріледі деп алла тағала жәннаттан не бір түрлі нығметтерді берген кезде адам баласы өкінеді екен: әттең, мен алла тағалаға көп дұға қылғанымда ғой, сол дұғамның ешқайсысы сол дүниеде қабыл болмағанда, осы күні бүгін алла тағаланың мол нығметіне бөленетін едім деп өкінеді екен дейді. Сол үшін мұсылман бауыр еш уақытта алла тағалаға дұға қылудан қысылмау керек, дұғада сараңдық жасамау керек. Алла тағала көңіліне қандай бір қиыншылық кірбің болса, алла тағалаға бет бұрып, алла тағаладан жәрдем сұрау керек. Бәрекелді. Сондай-ақ жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде де келеді екен. Мына туыстық қарым-қатынасты үзген адамдардың дұғасы қабыл болмайды дейді. Сосын жаңағы ренжіскен екі достың амалы көтерілмейді дейді. Жаңағы алла тағала қалған бәрін амалын жаңағы кешіріп жібереді деген, ана екеуінің амалы кешірілмей қалады дейді, дұғасы қабыл болмай қалады деген. Одан кейін
жаңағы сабырмен намазбен тілеңдер дейді Алла тағала. Сол адам намазбен тілейді, бірақ сабыр ете алмай қалады, қабыл болмай кетті ғой дейді. Қабыл болмады деген адамнан басқалардың бәрін тілей қабыл болады деген жаңағы сіз айтып отырсыз ғой жаңағы сол мәселені. Одан кейін жаңағы Аллаға мақтау айтпаған адам, пайғамбар саллаллаху алейхи айтатын адам асығыс қылды, дұғасы аспан мен жердің арасында қалып кетті деп айтты дейді. Пайғамбарға салауат айтпаған адам, пайғамбар саллаллаху алейхи мына кісі асығысты пайғамбарға салауат айтқанда еді деп айтты дейді. Сондайлардың барлығы жаңағы дұғаның, яғни жаңа сіз айтып отырсыз ғой, харам ішсе, харам нәрсені қолданып қойса, харам нәрсемен кәсіп бастаған болса шариғатта тыйым салынған, сіз дұғаңыздың бүкіл шарттарын орындап жатсаңыз ол қабыл болмай қалуы мүмкін. Сол емес пе? Мысалға ол адам енді истихара оқып жатса да, ол кәсіп таңдайын деп жатыр ма, көлік таңдайын деп жатыр ма, ол әйел таңдайын деп жатыр ма, бір бизнес бастайын деп соған ниеттеніп бір маңызды шешімнің алдында тұр ма, жаңағы шарттарды орындап, 2 рәкат намаз оқып, ренжіскен туысқандармен татуласып, бағанағы тәубе қылып кейбір харамдары болса, Алла мені мен бүгіннен бастап тастадым, мені қойдым деп, тура сол жерде бағанағы ренжіскен досынан кешірім сұрап жерсе, жаңағы жерде садақа беріп жіберсе, жаңағы бүкіл шарттарын орындап жасап жерсе, міндетті түрде Алла оның тілегін қайтармайды деген. Енді Асқар Қали мырза, қиын таңдауға кеп қалған адамдар, енді ондайға адам күнде ұрынады ғой. Күнде болады. Мысалға да. Енді сондай адам басқа қандай нәрсе істей алады тағы да? Мысалға енді истихара оқуды айтып жатырмыз. Истихарадан басқа тағы не істей алады ол адам? Қиын таңдауға түсіп қалған адам, басына қиыншылық кеп қалған адам дейікші. Ол күтеді. Бір ауызбен ғалымдарымыз күтеді дейді. Истихара сұрат намазын оқыдыңыз. Мысалы 2 рәкат деп айттық қой, қысқаша мынау көрермендер ыңғайлы жалпақ тілмен түсіндірген кезде истихараны 2 рәкат оқиды. Ниет еттім Алланың ризалығы үшін истихара намазды оқымаққа дейді да, қаласа Кафирун сүресін және де Ықылас сүресін оқиды, қаласа қалаған бір сүрені оқып истихараны бітіреді. Бітірген Бағауи деген ғұлама ғалым айтады, өзінің әдәбі дуа деген, яғни дұға әдептері деген үлкен бір кітап бар. Сол кітапта бір мұсылманның дұғасы қабыл болуы үшін 5 шарт қосады. Бірінші шарт, ол адам құблаға қарау керек дейді. Яғни әрбіріміз дұға жасайтын кезде ерінбестен құбла тарапқа қарауыңыз, қолыңызды жайыңыз. Екінші шарт дәретті болу керек дейді. Қолымыздан келеді ғой, келеді баршамыздың. Екінші шарт дәрет. Үшінші шарт Аллаға мадақ. Имамдар секілді ұстаздар альхамдулиллахи раббил алемин деп баршасын айту міндетті емес, қарапайым халық Фатиха сүресін оқыса болады, осы мадақтың орнына. Ал төртінші шарт пайғамбарға салауат. Аллахума салли аля Мухаммад деп айтса, немесе оны арабшасын білмесе, қазақша пайғамбарға салауат айтамын деп, немесе пайғамбарға салауат болсын деп айтатын болса, ал бесінші шарт не? Ниет, ықылас болса, осы бесеуі болатын болса, ол адамның дұғасы иншалла қабыл болады. Және күткені көп ұзамастан Алла Тағала өзі алып келеді, бірақ күтеді сабырменен. Құран кәрімде Алла Тағала не дейді? Намаз арқылы сабырмен күтіңіз дейді. Яғни адам баласы күту керек. Жақсылық келсе де ол оған жақсылық алып келеді түсі, ал жамандық келсе де, қиындық келсе де оған жақсылық алып келеді. Құранда бір аят бар. Инна мa'al usri yusra, инна ma'al usri yusra. Расында да бір қиындықтың артынан бір жеңілдік келеді дейді Алла Тағала. Сол себепті басқа бір аятта не дейді? Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Алла Тағала бір адамға бір ауыртпашылық, қиындық, сынақ берсе, ол өзі көтере алатын ғана сынақ береді дейді. Сол себепті қолымызға келгенше истихарамызды жасағаннан кейін, дұғаның шарттарын бәрін орындағаннан кейін Алладан күту ғана адамға жеңіс алып келеді екен. Бәрекелді. Енді мына жерде мынандай ғой Бақытжан аға. Мысалға адам жаңа маңызды істерді оқу керек деп айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады. Сендер тіпті аяқ киімдерінің баулары үзілсе де Алладан сұраңдар дейді, дұғалаңдар дейді. Мысалы адам былай жасай ала ма? Көп адамдар жастарда әсіресе ондай сұрақ туы мүмкін. Мысалға мен мына автобусқа мінейін ба, жоқ мына автобусқа мінейін ба, сапарға шығып бара жатыр дейікші мысалға. Немесе жаңағы қайсысы ол ойлап тұр да, қазір жолда қандай апатқа ұшырап қалам ба басқа деген сияқты ғой, мысалға дейді. Болмаса жаңағы мына костюмді алайын ба, немесе мына костюмді алайын ба деген сұрақ келіп қалуы мүмкін ғой мысалға. Екі костюм алғысы келіп тұр, бірақ енді екеуі де ұнап тұр мысалға. Ақшасы жетпей жатыр, қайсысын алады мысалға. Сондай сияқты жағдайларда да оқи берсе бола ма, жоқ әлде оны қатты майдалап жетіп па? Жалпы енді
ол истихара жаңа айтып жатырмыз ғой, негізі маңызды мәселелерде оқылады негізінде солай. Ал енді қалған кезде енді тәуекел жасайды. Енді ол өзі Алла Тағала ақыл берген, білім берген, дұға қылады, тәуекел жасайды, осылай жасайды. Енді жалпы егер жаңағы бір қиыншылыққа тап болған жағдайда да, мысалға, сол тәуекел етті, дұға қылды, барлығын жасағаннан кейін де бір қиыншылыққа тап болып жатса, оны Алла Тағаланың шешіміне разы болады. Хазірет Али айтқан екен, мен бір нәрсені қалап, бір нәрсені Алла Тағаладан сұрасам, ол нәрсе орындалса, мен бір мәрте ғана қуанамын деген екен. Ал егер сұраған нәрсем болмай қалса, мен 10 есе артық қуанамын деген екен. Сонда неге деп сұрайды? Сіздің сұраған нәрсеңіз болмаса, қалай, не үшін қуанасыз десе айтады. Біріншісі дейді, мен бір нәрсені сұрап, ол дұғам қабыл болып орындалғанса, ол менің қалауымды Алла Тағала орындады дейді. Ал екіншісі, менің қалауым емес, Алла Тағаланың қалауы жүзеге асты дейді. Ол Алланың қалауы еді дейді. Мен бір нәрсені қалап едім, бірақ Алла оны қаламады. Алла Тағала басқа нәрсені қалады маған дейді. Оның болмауын қалады. Демек, Алла Тағаланың қалауы менің қалауымнан артық. Мен оған 10 есе артық қуанамын деген екен. Сонымен қатар, мысалға, Аллаға иман келтірген кезде, мысалға, біз барлық жақсылық, жамандық Алла Тағаладан деп сенеміз. Негізі адам жақсылық Алладан, бірақ жамандық өзінен деп те айтады ғалымдар. Өзінің қол екі істеген себебінен адам жамандыққа ұрынады дейді. Бірақ қалай болған жағдайда да біз тағдырға иман келтіреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер бір қиыншылыққа тап болсаң, онда жаңағы былай істегенде қап деп айтуша болма. Адам енді өкінеді, мысалға. Сол кезде қап деп тізеңді, саныңды ұрып, мен пәленшең айтқанда сеніп қалдым ғой. Ол былай деп айтып еді, мен негіз былай істегім кеп тұрып еді деп еш уақытта былай істегенімде былай болушы еді деп еш уақытта олай айтсаң, шайтанға жол ашасың. Қадараллаху ма шаа фаала. Алла Тағала не нәрсені қалады, сол нәрсе жүзеге асты деп жаңағы Алла Тағаланың тағдырына разы болды. Бұл жаңағы бөтен адамнан бір кінәрат іздеме дейді да. Тағдырына разы болды. Тамаша, бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Алла сіздерге разы болсын. Өте керемет тақырып қозғалды. Ал енді сөз соңында айтарымыз, құрметті телекөрермендер. Қандай да бір маңызды істің алдында тұрсаңыз, жар таңдағыңыз келсе, кәсіп бастағыңыз келсе, үй сатып алайын деп жатсаңыз, көлік сатып алайын деп жатсаңыз, қандай жағдайда болмасын, сіз нумерологтың, балшының немесе басқа да адамның көмегіне емес, сол істің қайсы қайырлы екенін білу үшін сіз болашақты, ғайыптың кілті қолында болған Алла Тағаланың, сіздің тағдырыңыз қолында болған Алла Тағаланың жәрдеміне истихара намазы арқылы жүгініңіз. 2 рәкат намаз оқып, Алла Тағаладан одан кейін мұсылман қорғанда келген дұғаны оқып, Алладан жәрдем сұраңыз. Себебі нумерология, балшылық, басқа нәрселер, олардың барлығы Аллаға ортақ қосу болатын ең ауыр күнәларға жатады. Керісінше Алла Тағала ол адамды, сол адамдарға, нумерологқа немесе балшыға барғаны үшін жолын жауып, ісінің қайырын емес, басына бәле келіп қалуы мүмкін. Сондықтан да Алла Тағала баршамызды амандықта жүздестірге. Ассаламу алейкум.